жаңа пост арнада, жаңа вайб, жаңа видео қайтқан мен қайда. Көріп тұрсыздар, жарылыс болып жатыр. Тура соғыс кезіндегідей бомба жарылған секілді. Қазір енді оның бері қарата желі келіп әдеттенеді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай дауысы да қазір естіліп жатыр. Дәл осындай жарылыс әлі де жалғасып жатқандықтан полицейлер оқиға орнына қарата жіберіп жатқан жоқ. Тек әскерилер мен жедел жәрдем көліктері, өрт сөндірушілер ғана өтіп жатыр. Ресми мәліметке қарағанда Байзақ ауданындағы Ақжар 28-349 әскери бөлімшесінде қару-жарақ сақтау қоймасында өрт шыққан. Содан кейін арты осындай жарылыстарға ұласыпты. Міне содан бері дүркін жарылыстар болып жатыр. Әзірге зардап шеккендер бар жоқтығы белгісіз. Мен салып жүрген білмеймін, өзім малыма барамай жатырмын өзіме. Үй жаққа қарата ма? Ауылда қанша үй бар шамамен? 20 шақты үй бар. Жарылыс қаншаларда басталды, көрдіңіз бе өзіңіз? 7:30-да басталды. Содан кейін бірден көлікке отырып үй жаққа қарата кеттіңіздер да? Білмеймін. Өзім де білмей қалдым не істегенімді. Қалай қашқанымды білмей. Болып қалды дейсіз ғой, иә? Үйде көреді машинеге салып жүрдім. Өзім баламды іздейін деп шыққанмын ғой, жаққа қарай. Міне қазір ғана тағы да бір жарылыс болды. Бір енді бұл жарылысты сөзбен айтып жеткізу мүлде мүмкін емес, себебі әр жарылыс сайын мұндағы әскерилер бар, жаңағы күштік құрылым өкілдері тағысын тағы барлығы көліктердің ар жағына барып бастарын бұғып тығылып қалып жатыр. Себебі әзірге ол жақта не жарылып жатқаны белгісіз. Мүмкін әйтеуір әр адамның бойында бір қорқыныш бар. Міне өзімізде мұнда қарайтын болсаңыздар, барлығы осындай міне жол жағалап тұрған көліктердің бойына және мына жақта төменге қарата да барып барлығы тығылып қалып жатыр. Қазір Ақжардан бір шамамен 10 шақырым жердегі Саркемер ауылындағы бір мектептердің біріне ауыл тұрғындарын көшіріп жатыр деген мәлімет түсті. Бірақ қазір оны барып анықтайтын боламыз. Мінекей, тура осылай көліктердің артына әрбір жарылыс сайын тығылып қалып жатырмыз. Енді айтып отырмын ғой, бұл жерде әркім қорқынышы басым болып тұр. Саламатсыздар ма? Сіздер ар жақтағы ауылдардан көшіріп жатыр ма? Жоқ, біз осы ауыл. Осы ауылдың тұрғындары. Сіздер де көшейін деп жатыр ма? Бәрін етіп жатыр ғой. Білмеймін, осы жерге жиналды, осы жерге жиналды. Ауыл тұрғындарын жинап жатыр ғой? Иә. Бірақ қайқа көшіріп жатыр? Айтқан жоқ. Біз қазір Байзақ ауылына келдік. Мұнда облыстық полиция департаментінің басшысы, Байзақ ауданының әкімі және осы Байзақ ауылының әкімінің орынбасары барлық осы жерде жүр. Міне мына жаққа қарата қарайтын болсаңыздар, арнайы техника келіп тұр. Осы техникаға осы ауылдың тұрғындарын алып қауіпсіз жерге көшіруге кіріскен. Байзақ ауылынан көшірілген алғашқы лек келіп 5-ші мектепке кіргізіліп жатыр. Бұл жерде шамамен бір 60 шақты ауыл тұрғыны бар. Жүргізушілер әлі де 5-6 рет рейс жасаймыз деп айтып отыр. Олар осы автовокзалда тұрған, тура Тараз қаласының орталық автовокзалында тұрған жүргізушілер өздерінің Алматыға, Шымкентке кетіп баратқан тұрғындардың барлығын түсіріп, осы халықты көшіруге атсалысып жатыр екен. Жол жөнекей көрсе де алып кетіп жатыр айтып. Қалаға баратына бармады. Ауылға қалай кіреді солай айтып жатыр. Біз мектепке жете алмай қалдық бала шағамызбен, бізді жол жөнекейге алып кетіп жатыр. Құжаттарыңызды алып? Ой, даже құжатты алған жоқ, ештеңе алып жатқанда жоқ. Қашып жатыр, үйден шықсақ болды главный. Үйіміз сілкініп жатыр ғой, қаққа үйдің документ ойлайсың, бала шағаңды ойлайсың ба? Даже бала шағамызды жылыда киім алмай шығып жатыр, кете болды. Басаман болсын главный. Мына кішкентай балалар бір-бірін құшақтап жылап жатыр автовокзалда. Мен о шыдам жетпейді. Халық үшін жүрген адаммын. Бәрін әкеліп жатырмын. Қазір тағы келемін қазір. Қай ауылдан әкеліп жатсыздар? Саркемер деген адам бір автобусқа толып кетті адам деген. Содан қазір екінші автобусым әкеліп жатыр қазір. Мен барам тағы келемін қазір осы жерге қазір. Базарбаев Мақсат 92 жатыр, Сейбек Байбек жатыр. Немен жатыр, соң айтпадыңыз ғой? Қазір диагнозын дайындап үлгермей жатыр. Айтады ғой, қазір белгісіз ол. 60 адаммен ойнап отырмыз. Мен айтпайсыз ба сразу? Яламыз проблемасын. Ақчанов Асан, ушиб грудной клетки. Жарылыс кезінде жарақат алған барлық әскерилер мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері осы облыс орталығындағы қалалық ауруханаға жеткізілген. Олардың облыс әкімдігінің таратқан мәліметінде 60-қа жуық науқас
жатыр делінген. Оның 11-і әскерилер екен. Әзірге ауыр жарақат алған 2 азамат жансақ. Ее преступление, ее красота! Вот откуда ваша зависть, ваша ложь, позорище и сплетни! Көшіріміз алып келіп атырық. Жол-жөнекей кездескендерді екінші реске қайтадан баратырық. Білмейміз, жарыс болып атыр. Өзімізді аңтаңымыз не болып атқан. Қолдан келгенше пайызақ алдына көшіріп келіп атыр. Енді екінші респен қайтадан баратырық. Көмек керек. Алда көп адам қалып кетті. 6-7-лерде бастады ғой, соша балалар. 6-7-ге жетер. Сіз қай ауылдың тұрғынысыздар? Байзақ ауылы. Қазір ауылдықтардың барлығы қашып жатыр. Бәрі қашып кетті. Бәрі қашып жатыр. Әскерилер ешқандай көмек көрсетіп жатқан жоқ. Көмек жоқ, қайта балағына өтіп басқан машина өткізбей тұр ғой. Шақырған машинамыз келмей қалды ғой. Жолда өткізбей қалды деп. Үйіміз дірілдеп жатыр. Атылғанда терезелерімізден қан топырақ болып кетті үйдің іші. Дірілдеп жатыр. Сонымен қаштық, не істейміз енді? Жер сілкініп, стеналарымыз құлайтындай болып жатыр. Әкімінің тапсырмасымен жедел штаб құрылды. Облыс әкімі Сапарбаев қазір сол жерде, өздеріңіз де көрдіңіздер. Біз де қазір сол жерден келдік. Жақын тұрған Үшбұлақ және Қайнар ауылдары және Жібек жолы ауылдарының барлығы жақын ауылдарға эвакуациямен шығарып жібердік. Қазіргі таңда бүкіл төтенше жағдайлар департаменті және медициналық қызметкерлердің барлығы жұмылдырылған. Ол жерде үйлердің ішінде ешқандай мародерлік тағы да басқа жағдайлар болмасын деп біз ол жерге патрульді де қойдық. Одан бөлек болса Алматы Тараз трассасы жолы жабық адамдардың қауіпсіздігі үшін. Жалпы Тараз қаласына осы басқа да жатқан ауыл аймақтарға бір айтарымыз, тұрғындарға ешқандай жаңағы паникаға берілмей, үйлеріңізде болуларыңызды, терезеге жақындамауларыңызды сұраймыз. Өздеріңіз қазір көрдіңіздер, біз де сол жақтан келдік. Жағдай әлбетте жарылыстар сондай болып жатыр. Бірақ ешқандай паникаға түспей, ешқандай тек ресми ақпараттарға сүйене отырып, төтенше жағдайлар департаментінің сайтынан және біздің әкімшіліктің ақпараттарына, хабарламаларыңызға сүйенуді сұраймыз. Жалпы баршаңыз үйде болыңыздар, ешқандай паникаға берілмеңіздер. Жақсы. Адам шығыны жоқ па? Адам шығыны қазіргі таңда біздің ақпарат бойынша 32 адам біздің қалалық емханаларға, нақтырақ айтқан кезде бірінші емханаға жеткізілді. Әзірге адам шығыны жоқ, бірақ жеңіл және тағы да әртүрлі деңгейдегі жарақат алған азаматтар бар. Енді аға ресми мәлімет бойынша 19:07-де әскери дәрі-дәрмек қоймасынан, оқ-дәрі қоймасынан Енді қазір бір нәрсе айтайын сіздерге. Енді қай жерден өрт шыққанның барлығын, оның бәрін зерттеп, түгел сонан кейін айтып береміз. Қазіргі таңда өрт болып жатқан түгел әскери бөлімнің жан-жағына қоршау қойылды. Енді өздеріңіз көріп жатсыздар, қазірде жарыс болып жатыр, оның қасына барып ешкім қазір зерттеп айта алмайды. Жақсы, рахмет. Әскери адамдар ғой бәрі. Жақсы.